9 баламен қалдым, оңай емес, оңай болмаған мен білімімнің арқасында ешқандай шаршағам жоқ деп ойлаймын. Сонда сіз жолдасыңызға әлі күнге дейін есеп бересіз бе? Әлі күнге дейін соны ойлаймын. Тірі құсап, ана іштен кіріп келе жатқан құсап, әр күнімде сонымен ақылдасып тұрған құсап отырып, ол өзім туралы ұмытып кеткен адаммын деуге болады. Мен әйел екенімді ұмытып кеткен адаммын. Әне міне дегенше қыс та басталып үлгерді. Айналаның барлығы қар, ауа райы бұлтты және тұман болып тұр. Біз Астанадан Қарағандыға қарай бет алдық. Біз мұнда не үшін бара жатырмыз? Өйткені Қарағанды кадрлардың қазынасы. Мұнда тұңғыш ғарышкеріміз Тоқтар Әубәкір, азулы ақын Қасым Аманжол, қазіргі шекарамызды бекітуге үлес қосқан алаш қайраткері Әлімхан Ермек, олимпиада чемпионы Серік Сәпи, ғалым Евний Букетов және өздеріңіз білетін Геннадий Головкин дүниеге келген. Ең бастысы бұл өңірдің тұрғындары әулетімен бірге кітап оқиды екен. Оған дәлел бүгінгі біз бара жатқан Рахметжандар отбасы. Айта кетейік, біз жылдың басында бірге кітап оқиық атты жобаны бастаған едік. Көрерменмен бірге 20-дан астам кітап талқыладық. Аз уақыттың ішінде әлеуметтік желімізге өздеріңіз байқап тұрғандай ондаған мың кітап сүйер оқырман жинап үлгердік. Біздің бұл жобамыз одан әрі өркендеп, қанат жайып, кітап оқитын ұлтқа айналып жатыр. Біздің басты мақсатымыз елімізді әлемдегі ең көп кітап оқитын 10 мемлекеттің қатарына қосу және тұрғындардың бала кезінен кітап оқу әдетін қалыптастыру. Әзірге кітап оқитын ұлт жобасы еліміздің 3 бірдей өңірінде жүріп жатыр. Олар Қарағанды, Қостанай облыстары және Шымкент қаласы. Ассалаумағалейкум, Тілек мырза. Уағалейкум ассалам. Қалыңыз қалай? Қош келдіңіз. Кітап оқитын әулет деген жобамен өздеріңіздің шаңырақтарыңызға келдік. Бұл қателеспесем қара шаңырақ, сізде? Әрине қара шаңырақ енді. Әкеміздің шаңырағы ең бастысы. Ал енді осы шаңырақты қуатпай ұстап отырып, жаңағы түтіннен ары қарай түтетіп жалғастырып адам ұрпағымен дейді ғой. Әкеңіз салды ма сонда осы үйді? Жоқ, біз әкемізден ерте айырылғанбыз. Менің 1 жасымда қайтыс болған әкем. 34 жасында. Енді сол қалғанымызды осы анамыз жеткізіп, 9-ымыз 11 құрсақ көтерген кісі, 6 құрсақты анамыз. Менің жолдасымыз екеуміз, осы балалардың әкесі екеуміз бір мектепте бірге оқып, бірге тауыстық. Екеуміз бір класстан оқып тауысып, бір мектепке 67 жыл мұғалім болып келдік. Сонда сол жылы тұрмыс құрып, үйленіп, 35 жасында өмірден өтті. Осы балаларының тәрбиесі, қазіргі осылардың ұлағатты өмір сүріп отырғаны әкесінің рухынан қалып кетті. Көбінде әкесінің мақтаныш етем. 9 баламен қалдым, оңай емес, оңай болмаған мен ешқандай білімімнің арқасында ешқандай шаршағам жоқ деп ойлаймын. Қазіргі отырған жағдайым, ұрпағымның тәрбиелі, ұрпағымның жақсы болып өскені мені қартайтпайды деп ойлаймын. Қазір 78-ден 79-ға шығар жасымда. Ал енді мен бұларға ең бірінші бергенім білім жағына өте назар аудардым. Ешқайсысын бір 5 минут қарап отырғызбай, жалпы өте тұрақты еңбек етуге, тұрақты өмір сүруге дайындадым деп ойлаймын. Сонының арқасында осы бала шағамның барлығы оқыды, өсті. Қазір 4 қызым мұғалім істейді, 1 ұлым мұғалім болатын. Мен ұлым өз мамандығы инженер, бәрін оқыттым, бәрін өсірдім деп ойлаймын. Еңбегім ақталып келеді деп айтуға да болады деп ойлаймын. Ал мен өмірі көрген нәрсемді орындамай, көрген нәрсемді істемей қоймайтын сондай бір мінезім бар. Көрген кітап болса оқымай қоймайым, көрген нәрсем болса істемей қоймайым. Сонымды қыздарыма да, ұлдарыма да үйретіп келемін. Соның арқасында бәрі өмірін жүргізіп жатыр ғой деп ойлаймын. Әже, және айтып қалдыңыз, білімнің арқасында қиналған жоқпын деп. Білім қалай көмектесті сізге? Білім маған енді, мен өзім жасынан 32 жыл Моңғолияда мұғалімдік істедім, осы жерге 2 жыл мұғалім істедім. Сол өнерді менен көп қуған адаммын енді. Білімнің сыртында, өнер енді, ол кітап дегенде мен орасан енді азығым деуге болады. Мен нан жемей, чай ішпей қоюыма болады. Көрген кітабымды оқымай енді қоймаймын. Мен сондағы кейіпкерлерді осы балаларымның өміріне дарыттым ба деп ойлаймын. Ал енді сол білімнің арқасында ешкімнен кем болған жоқ, ешкімнен қор болған жоқ. Мынау бір жаман 9 баласы бар, жесір кемпір деген артқа қалмай өсіріп келе жатырмын білімімнің арқасы. Туыстарымыз айтатын, шетелге бала кетсе келмейді, қайтып келмейді, бекер жібердіңіздер деп осылай бізге не ететін. Бір жағынан қорқыныш болды әрине бізде.
бірақ енді баланың қалауы сол болғаннан кейін жарайды, енді біз барлық баланың несін ойын тыңдап өсеміз ғой, өз ойларыңды ашық айтыңдар, бізге не қалайсыңдар. Енді әкесі екеуміз барынша көмектесуге тырысамыз ғой, қолдауға. Енді әр бала бір тұлға ғой, жақсы бір қазақ еліне деген бір еңбегін сіңіріп, жауапкершілік, адал азамат болсын деген ниетпен өсірдік. Ешқашан өтірік айтпаңдар, адал болыңдар, еңбекқор болыңдар, білімді болыңдар деп сондай айтамыз. Енді Аллаға шүкір, балаларымыздың барлығы енді білімді, алдыңғы тұлға қалай кетеді, солай кете ма білмеймін, енді біздің еңбегіміз ба. Бәрі шүкір оқымысты оқиды. Үшінші баламызда Қарағанды білім инновация лицейінде оқиды, ұлдар лицейінде. Соның бәрін осы 5 баланы бұл кісі бағып қақты, бауырсақты пісіреді, жұмыстан келсен тамағын дайын тұрады. Мен үшін ешқандай қиындық болмады, өйткені енем бізге көмектеспесе, бізге анандай ауыртпалық салу деген ондайды біз білмейді екенбіз. Жолдасымыз екеуміз енді осындай мынандай үйді жолдасым салды ғой, енді осының бәрі енді еңбектің арқасы ғой. Осы енемнің арқасында біз уайымдамай бала-шағаны тастап кетеміз. Таңертең жұмысқа кетіп кешке келесің, соның бәрі уайымдамайсың. Баланың тамағы да, бұл кісі 10 жыл бұрын баланы өзі апарып, өзі алып кеп жүретін сабаққа. Енді қазір кішкене жүру қиындап кетті ғой, 80-ге келді енді. Соның өзінде мен жүремін деп, бізге көмектесемін, сендерге масыл болмаймын. Дәм тұзым таусылғанша дейін мен сендерге көмектесумен өтемін деп бізге қолдау жасайды. Аллаға шүкір, осындай енді енем жолыққанына, жолдасым жолыққанына деп ойлаймын. Сіз қандай кітап сізге шабыт берді? Қандай кейіпкер сізге үлгі болды? Ой, маған енді көп кітап ұнайды ғой. 78-72 жылы осы Қазақстаннан Шерхан Мұртаза бастаған бір топ делегат біздің аймаққа барды, Қобда аймағына. Сол кісінің әңгімесін естіп тыңдап отырып, кітап дегенде біз енді көп қажетті құрал екенін сол дарытуға болады. Өзіміз сол кісінің әңгімесін тыңдадық, концертін тыңдадық, өтті. Домбыраны жақсы ойнайтын кісі екен. Соның барлығын енді көрген нәрсемнің барлығын енді өзіме дарытып алам, өзіме үлгі етіп алам да, мынадарға соның арқасында енді оқыңдар, көріңдер деп жүрген адаммын. Бір оқыған кітабымнан оқып кетпей, соның ішіндегі кейіпкерді өмірге енді ұштастыру енді мақсат қой адамның, енді балаларға соны үйретіп беремін. Енді рас 9 баламен 30-дан асқан жас келіншек жесір қалды. Ал білесіз енді жалғыз бала шағаны асырау тіпті қиын. Өзіңді асырамақ былай тұрсын. Мысалы, қайтадан басқа адамға тұрмысқа шығу деген ой болған жоқ па сізде? Жоқ, болған жоқ. Мен тек қана ойым осыларды, мыналар әкесі жоқ, жетім бала жегізіп, жаман тамақ ішкізіп, жаман киім кигізбей, біреудің көз үскі болдырмайын деп қана өсірген адаммын. Ол өзім туралы ұмытып кеткен адаммын деуге болады. Мен әйел екенімді ұмытып кеткен адаммын. Сұрағың солай шығайын. Басқа кісімен ұштасу менің ешқандай ойымда болмаған. Тек қана осыларымды адам қылып алсам, әрқайсының жолын таңдап, дұрыс жолына салсам деген ғана мақсат болды. Менің алдымдағы мақсатым сол ғана болды. Ол мақсатқа жету үшін өнерден, білімнен ешқандай қол үзбеу керек деген мақсат болды менде. Сондықтан күндіз жұмысымды істеп кеп, түнде осы оқып, ертеңгі күнге дайындап деген сияқты бүкіл нәрсені осы тек балаларыма ғана, осылардың біліміне, осылардың адамдық қасиетіне ғана жұмсадым. Өзім әйел екенімді осы енді ғана
Мен әйел адам екенмін ғой, мен бала шағаны тауып өсіріппін ғой дегенге енді болмаса басқа ойымда болмаған. Сіз де қатырасыз. Сенің сұрағың соған келді ғой енді, басқа кісіні ойламадың ба дегенге келгесін айтып отырмын да енді. Рахмет айналайын сұрағыңа, рахмет. Енді расымен әже қазақтанда сөз бар ғой, ер баланы тоқшылық құртады дейді, қыз баланы жоқшылық құртады дейді. Бұл сөзбен келісесіз бе? Рас. Тоқтылық болған жоқ балаларымда. Мен не істесем, бұлар соны істейді. Ағайын үш жыл болды, біреуі өткенде қайтыс болды, 1-2 жыл болды, басқасы. Қайткен күнде мен қатар еңбек істеді бұлар. Қазірдің өзінде мына бесікте қалып деп отырған мұның ұлымның өзі, тек мұның барлығын өзінің еңбегімен осы өмірге жетті. Сонысына мақтанамын. Ал қыз балаларым, мен не істесем, сонымен өсті. Отбасында мен істеген ісімменен бұларды айланысты, мен оқыған дәрежемен бұларды айланысты. Соның арқасында әрқайсысы жоғарғы мектебін, жоғарғы оқуға оқып, өздерінің үлесін алды ғой деп ойлаймын. Жоқшылық көрген жоқ, көрсеткен де жоқ, көрген де жоқ. Негізгі спортқа қатты көңіл бөлеміз. Жалпы жанұямызбен Маржан екеуміз аптасында 2 рет волейболға барамыз. Сенбі, жексенбі ұлдар келеді, осы жерде опыр топыр, әйтеуір темірін көтереді, теннисін ойнайды, шахматын ойнайды. Осы жерден бос уақыттарымыздың барлығын осында өткіземіз. Анахан шайым бар, арасында теннис ойнайтын, ағасымен төбелесіп, әйтеуір күшпен жайып нетіп жатады. Тоқай теннис ойнайды екен деп сен де енді тенниске жақынсың. Болашақта президент болуды енді әркім өзінің баласына енді әркім немеді биік аңсайды ғой. Бірақ сол енді биікке көтерілген сайын соған білімі мен жаңа тәрбиесі сай болу керек негізі. Білімсіз, тәрбиесіз білім деген енді өте қауіпті нәрсе ғой. Бұл екі жігіттен жаз бойы міне, біздің екінші үйіміз, бірінші үйді салып сатып бердік те, екінші үйді көңілімізге қарай нетіп жатырмыз, жер үлкен болғаннан кейін. Қазір үшінші үйімізді салып жатырмыз. Кішкене кәсіп қылайық деп сатамыз ба, жалға береміз ба жаны. Жаз бойы осы екеуі сонда көмектесті мысалы. Бүкіл газоблокты жаңа шамасы келген бірді, мысалы жаңа бір поддон газоблокты көтергенге 1000 теңге төлеймін мен заңғарға. Ернар жаңағы сағат 9-дан кешкі 5-ке шейін жүргеніне 5000 теңге. Сосын жаңағы тамыздың аяғына қарай киімдерін алып беремін екеуінің. Солай өздері жақсы жылдың аяғында, жаздың аяғында, сол маусымдар біткеннен кейін, демалыстар біткен кезде өздерінің киімдерін есептеп нетеді күндерін. Бұл жігітті кендікшінің көбісіндегі кола-молаға кетіп қала береді, 1000 теңгесі күнделіктісі. Апасының езіп берген нандарын жейді. Апасы жаңағы ескі көзі ғой енді. Қатқан нанды, қоқымды нанның ешқашан төккізбейтін кісі. Шашау шығармайды ондайға. Сондықтан жаңа қатқан нанның барлығын таңертең езіп дайындап қояды, қантын қосып, варенасын қосып, дәмдеп. Жұмыспен істеп жүрсіз. Оның үстіне жаңағы 9 балаңыз бар. Балаларыңыздың әр қайсына білім берген екенсіз, оларды оқытып тоқытқан екенсіз. Оның барлығына уақыт қайдан таптыңыз? Әкесінің алдына қойған мақсаты мынадарды қайткен күнде еңбекпен баулаймыз дейді. Еңбекпен баулаймыз, сосын кейін алған біліміні өздерінің қанағатына келтіруге, семьядағы бүкіл тауқыметті бірге көтеруге үйретеміз деп. Енді әрқайсысын мен өзім жұмысқа кеткенде бұларды екі баладан дежурға сайлап қоямыз. Істейтін жұмыстар басына. Екі-екіден, бір ұл, бір қыздан, бір ұл, бір қыздан. Сен бірінші күні сен, екінші күні сен дежур істейсің, келесі сен деп бөліп тастағандықтан, соңғы бүкіл шаруаны, бүкіл нәрсені өздері атқарады. Кезекшілік болды дейді. Кезек, келесі көмек. Енді ол дежурлық жұмысқа шықпағаны келесіне көмекші болады. Ал енді осындай сондай тәртіппен үйреттім. Сосын 6-7 күні бұлар демалдырам, киносын көрсетем, саяхатына жіберем, ойынына барады. Сонда сіз жауапкершілікті әр балаға жеке-жеке жеке-жеке. Соңғы ас, су, тамақ, үйдің ішінің тазалығы, бүкіл нәрсенің келешек бауырларының тәрбиесі, бауырларын күту,
сол баланың мойнында. Келесі соған өткөріп береді. Бір қызым болды, бүкіл жұмыс шаруаны істейді де суға кетіп қалады. Су аламыз, үлкен бұлақтан су аламыз. Сонда менің тақауырымның қаттылығы, сол бала 2 шелекпен 20 ағашпен суға кетеді. Енді қазір сұрасам, оның не десем, демалып алам. Суға барып айналғанша сіздің тақауырыңыздан босап қалам деген сияқты. Осындай болды енді. Қаттыда болдым, тәртіде болдым балам. Ал енді соның барлығын кенже балам көре қойған жоқ. Әпеке ағадарының арқасында бұл ерке болып өсті. Бірақ қазір енді бүкіл нәрсені өзім мойнына алғандықтан бұған риза боламын. Бүкіл балаларыма ризамын. Мен осы сайрап отырғанымның өзі осы бала шағамның жақсы болғанына қуанамын. Осы ғой. Біз негізі балаларымызға табиғи тамақтарды беруге тырысамыз. Сүтті өзіміз ауылдан алғызамыз, таныс адамнан, және сары май қолдан, ірімшік, құрт, соның бәрін балаларымызға құнарлы тамақтарды беруге тырысамыз. Өйткені қазір көп құнарсыз тамақтар өте көп қой, денсаулыққа зиян келтіреді. Балаларымызға айтамыз, осыны жеу керек, ол пайдалы деп. Кейбір қаланың балалар сары май жемейді деп жатады, ауылдың сүтімен шай ішпейді деп жатады. Бірақ біздің балалар оны кішкентай кезінен әжесі солай беріп үйреткеннен кейін олар сол тағамдарды жақсы көреді. Және мен Италияда қызым айтады, мен мама сағындым сары майды, қазыны деп. Мен ойлаймын, сол балаларға құнарлы тамақ қазіргі кезде беріп үйрету керек. Өйткені ол баланың денсаулығы, бірінші мақсат баланың денсаулық қой. Өмірге бала келгеннен кейін дені сау қылдыру керек, дұрыс тәрбие беру керек. Сол үшін ата-аналарға кеңесім, балаларыңызға дұрыс тамақтандыруды үйретіңіздер. Тамаша, сонда сіз дүкеннен сүт сатып алмайсыз, дүкеннің майын алмайсыз, тек табиғи. Иә, біз тек табиғи майдың өзін біз жазда алып қоямыз. 10 килограммен сүтті де мысалы аптасына 1 рет аламыз, оны мұздатқышқа қатырып қоямыз. Сосын кейін ертеміз, міне жартылай ермей қалғаны бар. Өткен күннің ізі бар ғой. Ізі қалады ғой. Мысалы сіз осы Алла бұйырса 80-де алқындап қалдыңыз. Артқа бетіп қараған кезде, соны жылдарды көрген кезде сіз не көресіз? Әттеген ай дейін. Әттеген ай осы өмірге жету үшін екеміз бірге жүрмегеніміз ай дегенге ғана өкінем. Артында келе жатқан жолдасымның өзіме деген сенімін, маған деген ұрпағына деген сенімі, адалдығын орындап келем-ау деп, енді соған мақтанып, соған енді соған енді отчет жасағандай болып қана елестеймін. Орас па, өтірік пе білмеймін. Сонда сіз жолдасыңызға әлі күнге дейін есеп бересіз бе? Әлі күнге дейін соны ойлаймын. Тірі құсап, ана іштен кіріп келе жатқан құсап, әлі күнімде сонымен ақылдасып тұрған құсап отырып. Ол енді өмірімнің барлық негізген несі сол енді. Барлығын соған айтып, соған істеп. Ал екеміз бүгін істейміз деген сияқты. Енді мынадарға істейміз деген сияқты. Сол кісінің кеңесі келіп тұрған құсап, енді өзімнің ойым соның әңгімесі маған енді үйретіп жатқан үлгісі құсап, елестеп өсіріп келемін. Мысалы, тағы да қазақта сөз бар ғой, көзден кетсе көңілден кетеді деген. Сонда ол дұрыс емес болып тұр ма ол сөз? Жоқ, мен көңілден өмірі кешіріп көргем жоқ. Ұнатқандығым ба, сүйгендігім бе, білмеймін. Өмірі бір күн мен жолдасым жоқ құсап, енді әттеген ай деп өмір сүрем, бірақ онсыз енді болмайды. Мынан кетіп қалған ай деп өкінсем де сол. Енді екеуміз өзі қатар тәрбиесі туралы қатар план құрған адамбыз. О да бауырларыма, мен өз бауырларыма, туыс-туғаныма қалай қарасып, қалай не істейтінімізді, бірақ үйленген күннен бастап план жасап ақылдастық, соның бары орындалды. Ешқайсында өкінішім жоқ, бірақ ұмытылмаймын, ұмытылмайды да ол. Соның қағидасымен жүрем. Өйткені ол кітапсыз бір күн отырмайтын адам, өнерсіз оққан нәрсесін, үйренген нәрсесін бала-шағасынан ешқандай аямаған адам. Енді соның барлығы жолында келе жатыр ғой деп ойлаймын. Махаббат деген не? Махаббат деген адалдық, сыйластық. Екі адамның бір-біріне деген көңілі,
бір-біріне деген сыйластығы деп ойлаймын. Сыйластық, махаббат, жақсы көру, ұнату жоқ болса махаббат жоқ. Кітап оқитын ұлт жобасы бойынша енді біз осылай әулетімізбен уақытымызды шығарып, бөліп, бала шағамызбен кітап оқуға тырысамыз. Өздеріңіз білесіздер, иә, шуақты күндер кітабын бірге оқып жатырмыз. Осы шуақты күндерден заңғар саған ерекше ұнаған тұстары қандай? Көп кішкентай бойы бар, алтын қолы бар деген. Бірақ отбасында оны ешкім таппайды, иә? Иә. Оны Шешімін? оның шешімін ол менің анам депті. Ол өйткені анасының бойы кішкентай болса да, қолынан бүкіл зат келетіні айтылады. Қайта қазан көтеріп, қайта нәрсе істеп, сөйтіп шаршаған кезде келіні бастың, үйткен басты күйгізіп алады. Сосын кейін наны шалап сық қалады. Осының бәрін көріп тұрып, келіні қатты ренжіпен, бірақ атасын емес, өзіне ренжіп, саяғын жуғанда шарқылдатып жуып, енді сөйтіп тұрған кезде Баукен келіп, не болды саған? Қонақты жақтықпасаң Алматыңа кет дегенде, келіні түсіндіріп айтады, жоқ ата, мен оған ренжіп тұрғам жоқ. Тек өзіме ренжіп тұрмын, қателік істегеніме дегенде атасының айтқан сөзі. Айналайын, сен Бауыржанның келінісің, менің баламсың, менің отбасымсың, менің ұйтқы берекемсің, саған кінә тақпайын. Ал қонақтардан келген қателік болса, мен өзім жөніне салам. Ақылсыз әйел ыдыс-аяқтан өшін алмайды. Осын есіңе сақта деп баласына, келіні осын түсіндіріп береді. Ал енді бұл кітапты оқыған дәрежеден келін, атаны, келін, енені, келін халықты қалай күту керек дегенде осы кітаптан түсіндім деп ойлаймын. Ал соның ішінде әртүрлі тілектер айтылады. Мысалы, адам бір тілек тілесе дейді, ол тілектің орындалуы қалай орындалады? Тек еңбек, адал еңбек арқылы орындалу керек деген сияқты енді түсініктерім көп. Ал енді сол түсініктемелер жалпы оқыған кітабымнан, оқыған нәрсемнен ұлға, келінге, балаға керек нәрсені мен осылай кішкентай осы кітапқа дәптерге сыйғызып белгілеп беріп, сол құндылықтарымды белгілеп қойдым мен. Оқысаң қызым, оқи бересің. Әрине, анамыз біз жастайымыздан, бала күнімізден кітап оқуға анамыздың тәрбиесімен, әкеміздің. Содан енді келіндер оқи береді, тәрбиялар, ұлдар тәрбиялар деп отырмын. Жаңағы ұлы Бақытжанның ас үстінде айтып қалады ғой, осындай естелік жазып жүр деп. Сол кезде келіні ұялып, қысылып, атасынан ұрсар ма екен, зекіп салар ма екен деп отырған кезде атасы байқайды, жоқ, мен ренжімеймін дейді. Бауыржан Момышұлын халық таныды, батыр ретінде таныды, қаһарман ретінде таныды. Бауыржан Момышұлын ешкім келіннің көзімен таныған жоқ. Үйде Бауыржан қандай, келіннің көзімен Бауыржанның болмысы қандай. Әрі қарай жазуыңа рұқсат беремін, бірақ бір ғана шартым бар, ешқандай жаңа әдемілік қоспа дейді, әсемдеме. Мен орысша айтсам, орысша жаз, оны қазақшалап әуре болма дейді. Қазақша айтсам да дәл сол күйінде жеткізуге тырыс. Менің бір ғана шартым осы, Бауыржанды келіннің көзімен де халық танысын деп батасын берген екен. Міне сол кезден бастап Зейнеп Ахметова осы естелігін әрі қарай жалғастырады. Ал енді осы еліміз бойынша, облыс бойынша мына кітап оқитын ұлт, кітап оқитын әулет жобасы жалғасын тауып жатыр екен. Осы енді эстафетаны келесі Жәнібековтер отбасына жолдаймыз. Қарсы алыңыздар, кітап оқыңыздар.